Алматы облысындағы мал бордақылау алаңдары шетелге ет экспорттауға дайын. Шаруалардың көздегені ТМД елдері мен Қытай нарығына шығу. Бүгінде бір ғана Балқаш ауданының өзінде 5000 бас ірі қара бордақылауға арналған екі бірдей кешен жұмыс істеп тұр. Аудан еліміздегі ең ірі мегаполистің іргесінде орналасқандықтан, мұнда өндірілген ет өнімдері негізінен Алматы қаласына жөнелтіледі. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Балқаш ауданының Ағдала ауылындағы мал бордақылау алаңы 2013 жылы пайдалануға берілді. Бір мезетте 5000 бас ірі қара бордақылайтын бұл кешен өткен жылы толық қуатына көшті. Олар бір жылдың ішінде 7000 бас мал бордақылап, Алматы мен Қапшағай қаласындағы ірі сауда орталықтарына 1,5 мың тонна ет жөнелткен. Енді біздің осы кешеннің мүмкіншілігі тек қана осы өзіміздің республиканың ішіндегі ет өнімдеріне деген сұранысты ғана қанағаттандырып қоймай, енді болашақта әрине осылай жұмыс істей беретін болсақ, етті экспорттау мүмкіншіліктерін де қарастыратындай қуаттылығымыз бар. Бұл жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің мал сою цехында тәулігіне 40-50 бастай ірі қара бауыздалады. Ет сақтайтын тоңазытқышы 120 басқа арналған. Қалдықсыз өндіріс халал стандарттарына сай жұмыс істейді. 15 адам жұмыс жасайды мынаның ішінде, күнделікті жаңағы сойылатында. Қолмен бауыздалады, барлығы халал. Терісі, басы, сирағы, шекқарыны, өкпе бауыры дегендер барлығы Алматыға кетеді. Оны өзінің алатын адамдар. Мұнда мал негізінен Алматы, Шығыс Қазақстан, Павлодар облыстарынан әкелінеді. Кешендегілер қазақтың ақбас сиыры мен ангус, Санта Гертруда тұқымын бордақылағанды жөн көреді. Өйткені олар күніне 1,5 келіге дейін ет жинайды. Алаң толығымен автоматтандырылған, орталықтандырылған су жүйесі бар. Науалар жылытылады. Берілетін жем шөбі таза. Сондықтан мұнда жоғары сапалы, табиғи таза ет өндіріледі. Шаруашылық көршілес Қытай мен ТМД елдеріне өз өнімдерін экспорттауға дайын. Биылғы жылы елбасымыз өзі жолдауында тапсырмасына сәйкес қосалқы шаруашылықтарды дамыту, ұсақ шаруашылықтар біріктіру туралы тапсырма берді кооперация жөнінде. Аудан көлемінде Бақбақты ауылында үлкен Бақбақты СПК-сы құрылды, 20 мүшесі қабылданып қарамағына. Ол кісілер де қазір жұмыстарын бастап жатыр. Бақбақтыдағы ауыл шаруашылығы кооперативін құрған азаматтар 40 миллион теңге несие алды. Алматы облысы бойынша алдағы уақытта 500 мыңнан астам ұсақ шаруашылық біріктіріледі. 600-дей отбасылық фермамен мал бордақылау алаңы ашылады. Балқаш ауданында сыбаға, құлан, алтын асық бағдарламалары да сәтті жүзеге асуда. Өңірдегі мал шаруашылығымен айналысатын қожалықтар өткен жылы 600 миллион теңге көлемінде субсидия алған. Соның арқасында мал басы өсіп, аудандағы ірі қара саны 83 мыңға жетті. 22 мыңдай жылқы бар, ал қой ешкі саны 100 мыңнан асты. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, Хабар 24.